Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Номер 68 мектеп гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі Қазыбаева Гүлнұр Бақытжанқызы. Бүгінгі сабағымыз 8-ші сыныпқа арналады. Сабағымыздың тақырыбы ELS циклін басқару. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты: цикл басқару нұсқаулығын қолдану. Continue Break ELS циклі. Сабақ мақсаты: Continue Break ELS циклдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында пайдаланып, есептер шығара алады. Менен бір мотивациялық сөз әдісі бойынша сыныпта жағымды ахуал орнату. Мысалы, тек жақсылыққа сен, біліміңнің деңгейі сенің деңгейің. Оқушыларды оюлар арқылы екі топқа бөлемін. Топқа бөлінген оқушыларға өткен сабақты еске түсіру мақсатында WordWall платформасында сұрақтар ұсынамын. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызға тоқталайық. Python тіліндегі else циклін басқару. Else қалай жұмыс жасайды? Else, for және while циклдерінің сыртында орналасады. Цикл шарт ақиқат болса, цикл денесі орындалады. Шарт жалған болса, else циклінің командалары орындалады. Енді блок сызбасын қарастырайық. Цикл шарты беріледі. Егер шарт ақиқат болса, for және while циклдерінің командалары орындалады. Әйтпесе, else циклінің командасы орындалады. Яғни шарт жалған болса, else циклінің командалары орындалады. Енді мысал қарастырайық. Ұзындығы n бүтін сандар тізбегі берілген. Осы тізбек тек 10 сандардан тұрса, онда тізбектің қосындысын есептеу керек. Әйтпесе, тізбекте теріс сан бар деген жауапты экранға шығару қажет. Бұл жерде for циклы берілген. Циклдің ішінде шарт беріліп тұр. Егер x саны 0-ден кіші болса, онда тізбекте теріс сан бар деп break операторымен программа тоқтайды. Әйтпесе, else-тан кейінгі print командасы орындалады. Келесі мысал: санның құрамында 5-тен кіші цифр болмаса, онда мұндай санды мықты сан деп атайды. X натурал сан берілген. Осы сан мықты болса, иә, әйтпесе жоқ жауаптарын экранға шығаратын программа құру. Программада while циклін қолданамыз. Циклдің ішінде шарт беріліп тұр. Егер k 5-тен кіші болса, жоқ деген хабарлама шығып, break операторымен программа тоқтайды. Әйтпесе, else операторының я командасы орындалады. Бірінші есеп: n натурал саны берілген. Осы санның арасында 7 саны болса, цикл жұмысын тоқтатып error. Әйтпесе, сандардың қосындысын экранға шығаратын программа құру. Программада шарт берілген. Егер k 7-ге тең болса, break операторы цикл жұмысын тоқтатып, error хабарламасын шығарады. Әйтпесе, else циклінің командасы сандардың қосындысының нәтижесін экранға шығарады. Екінші есеп: латын әріптерінен құралған L жолы берілген. Осы жолда k әріпі кездеседі ме анықта. Егер k әріпі кездессе бар, әйтпесе жоқ жауабын экранға шығаратын программа құр. Программада шарт берілген. Егер I жолында k әріпі кездессе бар сөзі экранға шығып, break оператор цикл жұмысын тоқтатады. Әйтпесе, else операторының жоқ командасы орындалады. Жасанды интеллект арқылы ұсынылған топтық жұмысты орындаймыз. Сәлеметсіңдер ме балалар? Break, continue, else цикл нұсқаулықтарының негізгі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырыңдар. Бұл нұсқаулықтардың программа құрудағы маңызы қандай? Программа құруды қаншалықты жеңілдетеді? Ойларыңды ортаға салыңдар. Жұптық жұмыс: 1 мен 9 аралығындағы сандарды баспаға шығару. Егер 5 саны кездессе, циклды break сөзімен аяқтау қажет. Берілген жолдарды дұрыс ретімен орналастырыңдар. Жеке жұмыс: латын әріптерінен құралған S жолы берілген. Осы жолда F әріпі кездесе ме? Анықта. Егер іздеген әріп кездессе бар, кездеспесе жоқ жауабын экранға шығаратын программа құр. Сергіту сәті көзге арналған жаттығуларды жасайды. Оқушылар: түсінбедім, көп жаңа ақпараттар алдым, сұрағым бар деп кері байланыстарын қалдырады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.